Оқушылар, сіздерді баршаңызды осы 495-ші оқу аптасымен жасалуымен құттықтаймын. Бүгінгі біздің дәйек сөзіміз 5-ші аптаның білікті білім жинап кәсібиеттер білімнің дәмін татып өсерді. Яғни білімнің арқасында өзінің біліктілігін арттырып, мамандық игеріп, сол мамандық нәтижесінде өзінің нанын табу. Жаңағы қазақта мақал сөздер бар ғой, осыған байланысты. Қандай сөздер бар еді? Осы тақырыпқа байланысты. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның жүрмей. Яғни осы мақал мәтелге тікелей байланысты. Енді біздің бүгінгі тақырыбымыз біз әртүрліміз, бір теңбіз. Бұл түсінікті қалай түсінуге болады? Біз әртүрліміз, бірақ теңбіз дейді. Бір теңбіз. Қалай түсінесіңдер? Әртүрлі жерден әртүрлі адам әкеміз болса да, бәріміз бір ортадамыз деген. Яғни бір ортадамыз. Әлемде бірнеше ұлт өкілдері бар. Мысалы, Қазақстанның өзінде 130-тан астам ұлт пен ұлыс бар, бірақ олардың құқығы, сөйлеу мәнересі барлығы да заң тұрғыдан естілген, тең болып есептеледі. Енді қараймыз, адамдар бір-бірімен несімен ерекшеленеді? Қандай қасиетпен ерекшеленеді адамдар? Түрімен ерекшеленуі мүмкін, сосын тілімен, салт-дәстүрімен, сосын мәдениетімен, әдет-ғұрпымен, сосын қандай тағы? Ұлтымен. Яғни адамдар бір-бірімен осындай қасиеттер арқылы ерекшеленгенімен барлығы да әлем бойынша тең. Әртүрлі болсақ та не нәрсе бізді тең етеді? Әртүрлі жағынан не тең етеді бізді? Тұрып жатқан жеріміз. Ау. Тұрып жатқан жеріміз. Сосын? Ау. Бірлік. Адамды содан басқа бізді заң аясында тең құқылы етеді. Мысалы, қыз бала да, ер бала да бірдей заң бойынша істейді. Құқыққа ие. Енді біз қазір видеоролик тамашалайық. Ошағы өстік. Құлашы кем болмайды, үлкен. Тұрақтылықтың тұтқасы, бірліктің бесігі. Бұл біздің Қазақстан. Біз әртүрліміз, бірақ біз біргеміз. Біз Қазақстанда, ежелгі қазақ жерінде өмір сүреміз. Қазақстан Еуразия кеңістігінің қақ ортасында орналасқан. Қонақжай қазақ жері бұл күнде 140-қа жуық ұлттар мен ұлыстардың 17 конфессияның басын қосып отыр. Екінші дүниежүзілік соғыс жылдары КСРО-ны мекендейтін көптеген ұлттар мен ұлыстар Қазақстанға күштеп жер аударылды. Қиын қыстау шақта қазақ халқы оларға көмек қолын созып, қамқорлық танытты. 1991 жылы өз тәуелсіздігін жариялап, дербестікке ие болған Қазақстан еліміздің тұңғыш президенті, ұлт көшбасшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың басшылығымен өркендеу жолына түсіп, әлемдік қауымдастық көшіне жылдам ілесті. 1995 жылы дүниеге келген Қазақстан халықтарының ассамблеясы рухани зияткерлік бағыттардың өміршең болуына ықпалдастық танытуда. Жаңа тарихи сананың қалыптасуына, оның өркендеу бағыттарын айқындауға және қазақстандық жаңа қоғам құру талаптарына сай келетін ортақ құндылықтар жүйесін орнықтыру жолында игілікті істер атқаруда. Бір шаңырақ астында тату тәтті өмір сүріп жатқан ұлттар мен ұлыстар, ортақ отанымыз Қазақстанның жарқын болашағы жолында бір кісідей жұмыла еңбек етуде. Қазақстан біздің ортақ шаңырағымыз.
Кушағы ыстық. Құлашы кең. Байтақ өлке. Тоттылықтың тұтқасы. Бірліктің бесігі. Бұл біздің Қазақстан. Біз әртүрліміз, бірақ біз біргеміз. Біздің күшіміз бірлікте. Бейбітшілік пен келісім. Біздің асыл құндылықтарымыз. Бірлік пен достықтың. Жарқын мерекесі құтты болсын. Айтып тұр, біз не дейміз? Әртүрлі ұлттың өкілдері, әртүрліміз, бірақ біздің күшіміз не дейді? Бірлікте, яғни бізді біріктіретін күш ол бізде бірлік. Енді адамдардың әртүрлілігі, ол айтқандай ұлтымен тілі әртүрлі болуы мүмкін, мәдениеттер, салт-дәстүр әртүрлі болуы мүмкін, қызығушылық ойлау. Мысалы, қазақ халқының ойлауы мен басқа ұлттың ойлауы әртүрлі болуы мүмкін. Бірақ сол әртүрлі идеялар қосылып, бір мақсатқа жұмыс жасайды. Келесі толеранттылық пен достық. Бізде толеранттылық деген ұғым бар. Мысалы, біз қазақ ұлтымыз, біз Қазақстанда бірнеше ұлт өкілдері бар. Мысалы, орыс, украин, татар, неміс деген сияқты. Сол ұлттардың салт-дәстүріне, дініне, мысалы, мерекелік тойлаулары болуы мүмкін, әртүрлі тойлар болуы мүмкін. Соған біз сыпайы түрде қарап, түсіністік танытуымыз керек. Олар да біздің салт-дәстүрімізге, әдет-ғұрпымызға, сөйлем мәдениетімізге түсіністік таныту. Яғни бұл сыйластық пен құрметті біз толеранттылық дейміз. Бұл толеранттылық жоқ болса, біз ешқандай бірлікте өмір сүре алмаймыз. Келесі, біз білесіңдер, бірінші мамыр айы бірлік пен ынтымақтықтың, сонымен қатар өткен ғасырдағы болған зобалаң кезеңдерге байланысты әртүрлі күндерге бекітілген. Бірінші мамыр Қазақстан халқының бірлігі күні, 7 мамыр отан қорғаушылар күні, 9 мамыр ұлы жеңістің ұлы отан соғысының жеңіс күні. Биыл жеңістің неше жыл болып тұр? Неше? 80 жыл толып тұр. 15 мамыр халықаралық отбасы күні, 18 мамыр халықаралық мұражайлар күні, 31 мамыр 20 ғасырдағы қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні. Осындай бірнеше атаулы даталар бар. Енді мәдени әртүрліктің маңызы. Жаңа айттық, өзбек болсын, қазақ болсын, татар болсын, орыс болсын, барлығының мәдениеттің әртүрліктің бір-біріне маңыздылығы ерекше. Өзара түсіністік, жаңа идеялар әлемді байытты. Осы үш қағида негізінде біздер бірлікте өмір сүре аламыз. Енді әртүрлік біздің күшіміз. Ұлттар мен мәдениеттер бір болса, тілдер мен діндер бір-бірін жаңа айтқан толеранттық бойынша түсіністік тапса, қорытынды бойынша әртүрлікті бағалау, күшіміз бірлікке байланысты әртүрлікті бағалау ол. Бірінші әртүрлікті бағалау, барлық мәдениеттен адамдарды құрметтеу өте маңызды. Ол ұлтына да, дініне де, нәсіліне де бөлуге болмайды. Теңдікті қамтамасыз ету, әділдік пен теңдікті қоғамның ең басты негізі болып табылады. Келесі ол бізде бірге өркендеу. Біз әртүрліміз бір теңіміз ұрғанымен бірге алға жылжу. Жаңа айттық. Әртүрлі болғанмен олардың ойы, салт дәстүрі барлығы да бір жерге ұштасып, не істейді? Даму жолына түседі. Енді мынаны қарайық келесі. Бізде бұйырса міне 1 мамыр алдағы уақытта қандай мереке шығарып жатқан? Бірлік күні. Соған байланысты қазір біз бір ойын қарастырайық. Алты сұрақ берілген. Асар қай халықтың дәстүр ғұрыптарының бірі болып табылады? Қазақ дейді. Өнер алды. Аман? Асқар айтты. Дұрыс па, дұрыс емес пе? Бірлік ұлт дейді. Астында тағы жолы бар. Қазақстан халқының негізгі құраушы этнос. Ұлт. Қазақстан халқы бар. Қандай халық? Қазақ халқы. Қазір бір карта таңдауға. Ортасындасында.
Қазақстан Халқы Ассамблеясы қай жылы құрылды деп Қазақстан тарихын оқып жүрген оқушылар болса, қай жылы? Қай жыл? Айтайық. 2001-де ойлаймыз бе? Қарайық. Ол 1995 жыл болды. 95. Айтамыз білгенімізді. Келесі қазақ халқының ұлттық әшекейі қай әшекейге жатады бұл? Шекерікке жатады, дұрыс айтасыңдар. Бірінші мамыр Қазақстан Республикасының бірлік күні деп жарияланды дейді. Қай жылы, қай күні? Қай нұсқа? Уақыт 97 төлейсің, негізі 95-тің 18-ші қазан күні Қазақстан Республикасының бірінші мамыр бірлік күні деп жарияланды. Қауіпсіздік сабағы, біздің қауіпсіздік сабағымыздың бүгінгі тақырыбы жедел жәрдем және сенім телефондары. Қандай жедел жәрдем және сенім телефондарын білесің? Қандай экстренный случай дейді, болған кезде болатын 101, сосын 102, 103, сосын 112 бар, 104. Дәл осындай сенім телефондар арқылы, немесе жедел жәрдем телефондар арқылы біздер өзімізге көмек керек болған кезде шақыра аламыз. Енді бізде бірнеше сенім телефондары бар. Өрт сөндіру үшін біздер 101 қызметіне, полиция шақыру үшін 102, жедел жәрдем үшін 103, газ апаттық қызмет үшін 104, жедел құтқару қызметі үшін біздер 112 қоңырауы арқылы хабарлай аламыз. Мысалы, мобильді байланыс жоқ жерде біз қалып қойдық келдік, сол кезде дәл осы аталған телефон нөмірлері интернет сетсіз жұмыс жасайды. Келесі бұл бізде 150 дейтін сенім телефон бар. Яғни бұл қандай сенім телефоны? Бұл педагогикалық және психологиялық көмек беретін сенім телефоны. Өздерің енді жағдайлар болуы мүмкін, әртүрлі қысым көруі мүмкін оқушылар, мысалы адам үлкен кісілерді қысым көруі мүмкін. Дәл осы кезде міне 150 дейтін телефон нөміріне қарап хабарласуға болады. Ол тегін әрі құпия, барлық ақпарат барлығы да сол жерде сақталып қалады. Яғни осы телефон нөмірлер арқылы біздер жұмыс жасай аламыз. Енді мынаны қарайық келесі. Жедел жәрдем нөмірі 103 дейді. Шұғыл қызмет телефондарының нөмірлері: 101 өрт сөндіру қызметі, 102 полиция, 103 жедел медициналық көмек, 104 газ қызметі, 109 құтқару қызметі, 110 терактілер жөніндегі ақпарат, 112 шұғыл шақыру, 114 дін саласында консультациялық және психологиялық көмек көрсету бойынша жедел желі, 115 қиын өмірлік жағдайдағы сенім телефоны, 150 балалар мен жастарға арналған ұлттық сенім телефоны. Сенім телефонының қызметкерлері. Сұрақ болса 150-ге звондап хабарласып сұрауларына болады. Балалар мен жасөспірімдер сенім телефоны 150. Сыртта әрбір кабинет сыртына көрсіңдер ғой, QR кодтан еді. Осы сенім телефоны жарақат ауыр болған кезінде жедел жәрдем жүргізеді. Екеуі де қандай? Дұрыс. Алғаш көмек көрсетеміз. Жедел жәрдемге себепсіз қылмыс болған жоқ. Егер бір жалған ақпар тарататын болсақ, бізді қылмыстық жауапкершілікке тартуы мүмкін. Адамға психологиялық қолдау маңызды. Әрдайым қолдау маңызды болып табылады. Төтенше жағдайларда көмек көрсетеді. Және де қандай? Сенім телефонында мысалы.
Мен барлық төтенше жағдай нөмірлерін білемін дейді. Білесіздер ме? Білеміз. Немесе білмеуіміз де мүмкін. Келесі. Маған сабақ ұнады, иә немесе жоқ. Енді біз жазған қабат қарастырдық барлығын. Енді бүгінгі сабаққа байланысты осы жерге келіп смайктер таңдайық. Шеттен бастап. Неше 5 смайк берілген. Бірінші түсінікті, екіншісі түсінікті, орташа сары орташа. Одан кейінгісі нашар түсіндім, одан кейін тіпті түсінбедім деген сөз. Келіп үстіне басаңыз смайктің болды, басқа ештеңе істемейсіздер. Рәйгіп шығып баса беріңдер. Монитор нормально шығамыз. Шығамыз, уақытты. Келесі. Тез шығамыз, тез. Айгер әнжі, Ахметтің қайсы. Тездетейік. Ержан, көпсі тұрамыз, Әсия Ержан. Бұл, Айгер әнжі, Ахмет қайыржан. Барлығымыз келіп баса бар. Смайкер. Вот басылы. Смайктерге қарағанда бізде бүгінгі тақырыпты түсінбеген адам жоқ сияқты. Кел қантыр. Қайырда. Бүгінгі сабақ аяқталды. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін.